Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай 8 жапырақ шиқұрағын үйретемін. Ол үшін бізге ендері 3 сантиметрден ақшыл қызыл, ақ және жасыл түсіміз қажет. Және бізге 4-4 осындай жасыл түсімізден құрақ көзінен 12 штук қажет. Және ақ түсімізден 4-4 ақ түсімізден 4 штук құрақ көзі қажет. Міне жасыл түсімізді алып алдық, құрақ көзін. Және осыдан құрақ құраймыз. Ең бірінші біздер ақ пен жасыл түсімізден шаш тігеміз. Міндетті түрде құрақ басталғанда закрепка бересіздер. Енді жасыл түсімізді тігеміз, түктерін өйтіп сипағанда төменге қарап тұру керек. Міне, бір немізді, кішкентай шаршымызды тігіп алдық. Енді осылай қылып тігесіздер. Ақ 4-еу болады, жасыл 4-еу болады. Міне ақ пен жасыл түсімізден шаршымыз дайын болды. Размер өлшемі 16-16. Енді осындайдан бізге құрағымызға 8 шаршы қажет. Міне ақ пен жасыл түсімізден 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 8. Міне 8 шаршымыз дайын болды. Міне құрақ көздері розовый неден ақтан, енді ақшыл қызылмен осы ақ түспен дәл мынадай қылып 4 шаршы дайындауымыз. Міне бір шаршымыз дайын болды. Ақ пен ақшыл қызыл түсімізден дайын болды. Бұның да өлшемі 16-16. Енді осыдан біздерге 4 шаршы керек. Міне 4 шаршымыз дайын болды. Енді құраймыз. Ақшыл қызыл түсімізбен жасыл түсімізден дәл осындай қылып тағы 4 шаршы құраймыз. Міне құрағымыз дайын болды. Жасыл мен ақшыл қызыл түсімізден. Енді осыдан бізге 4-еу дайын керек. Міне 4 шаршымыз дайын болды. Барлығы құрағымызға қажет 16 шаршы. Міне құрағымыздың бірінші қатары дәл осындай болып шығады.
Енді осылардың бастарын біріктіріп аламын. Енді мынаны біріктіреміз. Міне, құрағымыздың бірінші қатары, алғашқы қатары осылай болды. Міне, құрағымыздың екінші қатары осылай болады. Міне, осылай болды. Енді осыны. Міне, екінші қатарымыздың есі осылай болып шықты. Мына алғашқы қатарына біріктіремін. Сіздер құрақтан істегенде, тіккенде шатыспау үшін, шығып кетпеу үшін бірінші мына ортасынан бастап былай қарай, сосын былай қарай тігулеріңізге болады. Міне, жартысын жаңа ортасынан былай қарай тіктім. Енді бұланы былай қарай тігесіз. Міне, құрағымыздың үшінші қатары осылай. Енді осыларды бастарын біріктіреміз. Міне, үшінші қатары осындай болды. Енді дайындап қойған қатарға осындай қылып тігеміз. Міне, құрағымыздың үшінші қатарын тігіп шықтық. Міне, құрағымыздың соңғы төртінші қатары. Енді осыларды бастарын біріктіреміз. Міне, құрағымыздың соңғы қатарын дайындадық. Енді мына тігіп жатқан құрағымызға біріктіреміз. Міне, құрағымыз дайын болды. Өлшемі 58-58. Бұна құрақты сіздер түстерін өздеріңіз қалаған түстен, қалаған маталарыңыздан жасай аласыздар. Мен осындай 2-3 түстен жасадым. Мен ақшыл, қызыл және жасыл түстен таңдап осындай құрақтың түрін шығардым. Сіздерді әртүрлі түстерден таңдай аласыздар. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.